Дональд Трамп ақш президенттігіне қайта келуді нөмірі бірінші мақсат етіп қойғаны белгілі. Сайлау алды әңгімесінде Ресейдің Украинадағы соғысын бір-ақ тәулікте бір жақты етемін деп кеуде қақты. Ал президенттікке жеткеннен кейін бұл мәселеде күннен күнге кейін шектей келе маңдай тасқа ұрылғандай болды. Бір тәулік емес, бір ай өткенде де қолынан түк келмеді. Сасқан үйрек артымен сүңгүйдінің керін келтіріп, енді ол Ресейді бастан сипап, Украинаны бастан ұрарман күйге дейін барды. Не керек? Трамп өте күрделі жағдайға тап болды. Вашингтонға кішірейіп барған Украина президенті Владимир Зеленскийді көрер көзге жазғырып, ит терісін басына қаптай жаздады, тіпті қуғандай әсер қалдырды. ақш-тың бұрын соңғы биліктерінен мұндай мінезді көрмеген әлем ішін тартып қалды. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Жалпы Трамптың қылықтарын жұрт онша түсінбей жатыр. Соғысты тоқтату үшін Украинаға нұқсан келтіру ойында бар ма деп секем алған саясаткерлер көп. Шыны керек, Трамп жүздеген қаулы қарар жасса да әлі күнге дейін соның бірінде де Украинаны қолдау жайлы сөз жоқ. Трамп тарапынан әзірге Украинаға көмек жасалған жоқ. Оның алдындағы президент Джо Байден бөлген ақшамен әскери техника және қару-жарақпен оқ-дәрі әлі іске жарап келеді. Енді Трамп Украинаға көмекті толық үзуге ыңғайланып отыр. Соның ішінде ғарыштан барлау мәліметтерінде Украинаға бергізбейтін болды. Мұндай жағдайда Украинаның жағдайы қиындай түсетіні белгілі. Бірақ Еуропа елдері Украинаға жұмыла көмектесуін жалғастыра бермек. Дегенмен де көмектің едәуір бөлігі осы күнге дейін ақштан болып келген еді. Еуропа ол көмектің орнын ойдағыдай толтыра ала ма, жоқ па, ол жақты нақты емес. Еуропа елдері мықты қаруларды ақштан сатып алып, Украинаға ұзатуы мүмкін. ақш қарулары мен техникалары Еуропа жеріндегі әскери базаларда бар. Қалай болғанда да Владимир Зеленский ақш президентімен теке тіресе алмайды. Вашингтондағы қолайсыз кездесуден кейін ойлана келе кішірейді. Яғни ақшпен ат құйрығын кесе алмайтынын білдіріп, Трампқа ізет жасағандай ырғақта жазба жариялады. Ал мұны ақш президенті оң қабылдады. Зеленскийге елінің бір тұтастығы мен тәуелсіздігінің сақталғаны керек. Сол үшін ол барлық нәрсеге баруға дайын екенін 3 жылдан бері көрсетіп келеді. Сол жолдан тайынбайтынын ашық білдіріп жүр. ақш Украинада сайлау өтсін дейді. Енді соғыс жағдайында ол да болуы мүмкін. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы Трамп пен Зеленский кездесуіндегі тосын оқиғаға саяси баға беріп жазған еді. Ал одан кейін 5 наурыз күнгі шығарылымында Трампқа хат мәселесін сараптап мақала жариялаған. Онда былай делінген: кеше Конгрестің алдында сөз сөйлеген ақш президенті Дональд Трамп Владимир Зеленский үшбу хат жолдағанын, оның бейбіт келісімге келуге, сирек металдарды игеру жөніндегі келісімге қол қоюға әзір екенін мәлімдеді. Жаңа ғана Зеленскийден маңызды хат алдым деген Трамптың айтуынша, Украина қауіпсіздігі үшін шикізатқа қатысты келісімге кез келген уақытта қол қоюға әзір. Одан бөлек ақш президенті Зеленскийдің Ресеймен бейбіт келісімге келуге дайын екенін жеткізді. Хатта тұрақты бейбітшілікті жақындату үшін Украинаның мүмкіндігінше тезірек келісім үстеліне отыруға мүдделі екені айтылған, деді Трамп. Сондай-ақ ол Ресейден күшті сигналдар жеткенін ескертіп, Ресей үкіметі бейбіт келісімге дайын деді. Бірақ Украинаға берілетін әскери һәм қаржылай көмектің тоқтатылғаны туралы ештеңе айтпады. Зеленскийдің Трампқа жолдаған хатының қысқаша мәтіні мынадай екен: еш қайсымыз соғыстың үздіксіз жалғаса бергенін қаламаймыз. Тұрақты бейбітшілікті жақындату үшін Украина тездетіп бейбіт келісім үстеліне отыруға дайын. Бейбітшілікті украиналықтардан артық ешкім аңсамайды. Мен командаммен бірге күшті лидер президент Трамптың қол астында жұмыс істеуге дайынмын. Соғысты тоқтату үшін біз шұғыл жұмыс істеуге білек сыбанып отырмыз. Мұны Зеленский X әлеуметтік желісінде пост ретінде жариялаған. Алайда ақш президенті Дональд Трамп бұл жазбаны дипломатиялық каналдар арқылы Ақ үйге тікелей жолдаған хат сияқты көрсетіп отыр. Бұған қатысты Украинаның ақштағы елшісі Оксана Маркарова мен Украина
Украина президентінің баспасөз хатшысы Сергей Никифоров түсініктеме берді. Маркарова былай деді: аса қиын жағдайда да алға жылжып келеміз және байланыстарымызды дамытып, басымдықтарды арттыра береміз. Президентіміз Владимир Зеленскийдің хабарламасын президент Дональд Трамп халыққа жолдау барысында оқып, хат жолдаған бағалайтынын айтты. Сергей Никифоров былай дейді: Украина президенті ешкімге хат жолдаған жоқ. Трамп әлеуметтік желідегі жазба туралы айтып отыр. Ал енді Зеленскийдің хатын Кремль қалай қабылдады? Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, Кремль мұны оң бағалап отыр. Жалпы алғанда бұл оң қадам болды, бірақ түйткілдер әлі өзгерген жоқ, деді Песков. Қалай болғанда да Зеленский Трамптың дегеніне көніп, барын беруге мәжбүр болды. Өйтпеске амалы жоқ. Мұндайды қазақ күштінің арты диірмен тартады деп бір ауыз сөзбен қорыта салған. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.